Енді ауылда жатқаныма неше күн болды ше. Ата-анам да кетіп қалды қалаға басқа. Мен не істесем болады ше. Қоя құрсын жата бермей тұру керек. Мә достар, қалайсыңдар? Бұл сендермен бірге Жако. Новый сериал «Ауылдың қызы». Мен не болып кеткен? Ауылдың түрі не болып кеткен? Күрекпен тездетіп малдарға шөп берейін. Малдар да қорасынан шығып кеткен сияқты ол шамасы. Кстати, достар, активке рахмет. 300 подписчик болып қалыппыз. Атын деген қақайтып қалған екен, қорасында көрінбейді ғой. Жарайды. Бүгін деген жүгерлерді тапсыруым керек. Сосын одан ақша алып, қыдырмайын ба? Как раз мама папам кетіп қалды. Жарайды, кеттім. Ат қайда? Ат! Ой, мен жақта тұрған соң. Сен қалай шығып кеткенсің? Екі күн қонып едім. Қақайтып қалғансың? Жолдың ортасынан шығып кеткенсің. Үйдің аяқта ешкім тұрмайды, менен басқа. Жоқ, тұрады екен ғой. Жарайды. Ана күнде баратын торговый центріма барайыншы құрсын. Сол жақта деген көп адамдар аз ішінде тіпті көрінбей жатады ғой. Оны қойшы. Енді бүгін фастфудқа бармасам, как раз фастфуд тұр. Ойбай, не істеп тұрмын мына жаққа? Кім не ұрайын деп жатыр? Кстати, походу жаңа жыл келатыр. Жарайды, кетіп тек. Торговый центрдың өзгермепті. Жарайды. Мәссаған көптеген подаркілер қойып қойыпты. Мен көрмегендер ғой. Мәссаған күшті. Күшті. Достар, сендерге айтарым бар. Менде көп күн бір ай видео салмай кеттім. Оның да себебі бар. Яғни менің әкем мен телефонымды әкеліп басқа қалаға кетіп қалды. Сол бір ай бойы видео салмадым. Оның үстінде мен басқа телефонмен влогтар салып жүрмін. Кәдімгі өмірімдегі. Енді ол телефоны вообще актив жоқ. Сондықтан осыдан түсіре беремін деп шештім. Сериалға күшейік. Жарайды. Мына тезді тапсырып тастамасам, әйтпесе деген қазір ақшамды алмай қалар. Санатсыз ба елесі көкем? Міне жүгерлерді алып келдім. Енді тез тапсырып ақшамды алсам. Каспиға ма? Каспиға ғой. Аударып жібердіңіз ғой? Жақсы, кеттім мен онда. Не, тауықтар жүретін болған ба? Үйіме алып кетейін ба? Сатып алам. Сатып алам, оны сатам. Байып кетем ғой сосын. Тауыққа қалай байым мен? Оны іштесіп үйге барып киініп жуынып алайыншы. Үстімде мал қораның шығып тұр. Сосын қалаға барып тоже қыдырмайым ба? Оқшеттік қоқысын бір көші. Осы ауылдан да көшу керек еді. Жақсы тұрғын болып қалармын. Яқта ешкім тұрмайды ғой. Бірақ адам тұрады. Оның үстінде оның үйі заброшка ма бір нәрсе. Шамсы отыр. Нені де көремін мен. Не? Сема дейді. Ойбай. Не? Дым не істемей қалды оны жақта. Бұған да ондық. Жарайды. Болмаса кеттім. Ауа райы өзгеріп кетті ма бір нәрсе. Тез кейін алайыншы, не істеп жүрмін, басым айналып. Достар да 1, 2, 3 болды. Атам мен әжем алып берген киімдер алып. Әрең деген киіп, жолда жар жауып жатыр отыр. Түн батайын деп жатырмын. Онда түнде қыдырамыз да. Кеттік па? Әлі қалай десең. Деп қуып кететін бар. Атым ойбай. Атым тірісің ба? Тіркенсің. Әлі жүгіріп тұрсың ба атым? Жарайды. Фастфудқа барайын, сосын мамаммен де, құрбыммен де сөйлесе аламын. Потом үйге қайтам. Сөйтіп ұйықтап, ертең қыдырмайын ба аттушы. Бүгін тек қана фастфудқа барайын. Үйде тамақ істеуге деген жиі. Үйде тым қамап болам. Саламатсыз ба, елес братан? Маған бір бургер, сосын фри и кока-кола бересеңіз, соны сөйтіп. Мен отырайын. Телефоным қайда? Сақ кеттім бе? Жоқ, осында екен. Саламатсыз ба? Ойбай, құрбым сен екенсің ғой. Мен мамама звондап жатырмын десем. Қас. Алло, мама. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Не істеп жатсыңдар? Қызым, қалайсың?
Ой, өзің қалайсың? Бізде де енді жақсы ғой. Менде де жақсы. Сол фастфудта отыр едім ғой. Жүгерілерді саттың ба кешегі? Иә, саттым. Мама, менің қазір заказым келді, иә. Сосын сөйлесеміз. Қайда қашайын? Ням-ням-ням-ням-ням. Өте дәмді екен. Келесіде осы жаққа келейінші. Күшті екен ше, прям. Сосын кока-коланың фриінде жеп алсам, қайтам ауылға құрсын. Қаланың көп аралаймын просто. Тын болып кетті оның үстінде. Каспиға аударып қойдым. Мен кім Елескөке. Мен кеттім. Иә, қазір маманы звондайын. Мама, алло. Иә, не деп жатсыз? Ойбай, авария болыватыр мына жақта. Иә, байт. Солай арада 1 сағат өтті. Қалғанын көргіңіз келсе, екінші час күтіңіз.